Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі назарларыңызға облыс тынысы жобасының кезекті шығарылымын ұсынады. Қостанай таңы газетінің 2024 жылғы 4 қазандағы 110 номерінде табыс кілті талпыныс мақаласы жарық көрді. Ерекше қажеттілігі бола тұра, көпке үлгі етуге тұрарлық азаматтар айналамызда аз емес. Олар қиындықтан шыңдалып жігерін жане түсіп, алға ұмтылады, биікке талпынады. Сондай қайсар жандардың бірі Қостанай ауданының тұрғыны Динара Құтжолова. Көру қабілетінен айырылған ол бүгінде тігін цехын басқарып отыр. Әлеуметтік кәсіпкер мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көрген. Динара Жазитқызы кәсібін осыдан 5 жыл бұрын қолға алған, бірақ жоспары бірден орындала қоймады. Біршама қиындықты еңсеруіне тура келді. 2022 жылы ғана әлеуметтік реестрге алынып, ісі оңғарыла бастады. Мемлекеттік арнаулы бағдарламаның бірінші деңгейі аясында жұмыс орындарын ашты. Сөйтіп шағын цехына мүмкіндігі шектеулі жандар, көп балалы, атаулы әлеуметтік көмек алатын адамдарды қабылдады. Біз секілді адамдарға жұмыс табу кез келген қызметте істеу оңай емес. Өзім де бірінші топ мүгедегімін. Көзім көрмейді. Көп нәрсеге машығу керек. Ерік жігер қажет. Бірақ мемлекетіміз әртүрлі қолдау бағдарламаларын іске қосты. Соның игілігін көріп отырмыз. Мысалы, менде жұмыс істейтін адамдар 3 ай бойы осы жерде оқытудан өтті. Жан-жақты үйренді. Үкімет оларға минимал жалақы төледі. Кейін келісім шарт жасастық. Бұл да болса үлкен көмек, дейді Динара. Қазір цехта 10 адам жұмыс істеп жатыр. Жұмысшыларға 3 жыл бойы пайыздап жалақы төленеді. Динара 2 баланың анасы. Қызы 11 жаста, ұлы 9-ға енді толады. Динара Жазитқызы елге парадзюдошы ретінде танытыла бастаған жан. Татамиде жүргеніне 1,5 жылдай ғана уақыт. Сөйте тұра Қазақстан құрамасының мүшесі. Азия ойындарында, гран-прилерде, Азия чемпионатында жүлдегерлер қатарынан көрініп жүр.